Көпшілік бананды жеміс қатарына жатқызады, алайда ол жидек. Ең үлкен банан ағашының биіктігі орташа есеппен 10 метр, ал диаметрі 50 сантиметрге жетеді. Жеміс-жидек құрамында адам ағзасына пайдалы дәрумендер көп. Солардың ішінде бананның пайдасына тоқталып өтейік. Банан депрессиямен күресуде көмектеседі. Оның құрамында триптофан заты бар. Бұл триптофаннан қуаныш гормоны серотин синтезделеді. Сондықтан бір банан жеп көңіл күйді айтарлықтай жақсартуға болады. Банан сүйектерді қатайтады. Банан арқасында ағзадағы кальций жиналып тұрады. Қалыпты жағдайда ағзадан кальций сынды пайдалы минералдар зәрмен сыртқа шығып кетіп отырады. Ал банан әсерінен керісінше кальций жиналып, сүйектерді қатайтуға қатысады. Бұл әсіресе кофе ұнататын адамдарға пайдалы. Себебі, біле білсеңіз, кофе керісінше ағзадан кальцийдің шығарылуына септігін тигізеді. Іш қату. Іш қатуы бар адамдар үшін банан өте пайдалы жеміс. Әрдайым банан жеу іш қатудан мықты қорғаныш. Банан асқазандағы изжога секілді жағымсыз жағдайдан құтылуға да бірден-бір себеп. Асқазан жарасы. Банан жегеннен кейін ол асқазан шырышты қабатында қорғаныш қабатын түзеді. Соның әсерінен ондағы қышқылды агрессивті заттар асқазан шырышына зиянын тигізе алмайды. Бұл әсіресе асқазан жарасымен ауыратын адамдар үшін пайдалы. Себебі асқазан әртүрлі бөлімінде орналасқан жараларды жауып, қышқылдан қорғаған сайын оның жазылуы да жылдамырақ жүреді. Диарея кезінде көмек. Диареядан зардап шегетіндерге банан жеу ұсынылады. Бұл жақсы қалыпқа келтіргіш жеміс. Көп жүріп, физикалық жаттығулармен айналысып, спортпен айналысатындар үшін балтыр бұлшық етінің дірілінен сақтайтын қасиеті бар. Себебі банан құрамындағы калий бұлшық етке оң әсерін көрсетеді. Анемия. Қаны аздар үшін банан таптырмайтын тағам. Оның жұмсақ затындағы темір мөлшері айтарлықтай көп болуы анемиясы бар адамдардың тағам рационына қосуға бірден-бір себеп болып табылады. Шылым шегуді қою. Никотинді тәуелділіктен құтылып келе жатқан адам үшін банан жеу пайдалы. Көп мөлшердегі дәрумендер калий, магний ағзадағы қалып қойған никотинді шығарып, темекісіз өмірге жылдам үйренуге алып келеді. Банан бүйрекке оң әсер көрсете алады. Пайдалы заттар, микроэлементтер бүйрек қызметіне көмектесіп, құм мен тастардан арылуға көмегін тигізеді. Банан сүйелді кетіреді. Бананның қабығы халық емінде сүйелді кетіру үшін қолданылады. Ол үшін бананның қабығын іш жағымен сүйелдің үстіне қойып, бір күнге байлап қоямыз. Сүйел жоқ болып кеткенше осылай істеп жүру керек. Кейбір сүйелдер бір аптада кетсе, кейбіреулерінің кету үшін бір айдай уақыт қажет. Псориаз бен безеуді кетіреді. Псориаз бен безеуді кетіру үшін бананның қабығын ішкі қабатымен қабынған жерді сүртесіз, бірнеше күннен кейін өзгерістерді байқай бастайсыз. Банан біздің терімізге өте пайдалы. Банан қабығы минералдар мен антиоксиданттарға бай. Егер күнделікті онымен бетіңізді, мойныңызды сүртіп тұрсаңыз, теріңіз ылғалданып, әжімнің түсуі азаяды. Берген ақпаратым пайдаңызға жарап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.